Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен выпекпай пирожныйын дайындаймыз. Бұл пирожныйға сливки, творожный сыр қосылмайды, өте қолжетімді әрі дәмді. Сіздермен бірге Таңшолпан менің каналыма тіркеліп, лайк басып, колокольчик басып отыруды ұмытпаңыз. Ол үшін бізге ең алдымен қаймағымызды артық сары суынан арылтып аламыз. Видеодағындай жасасаңыздар артық сары суы шығады. Ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып салып, қантымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. 1% айранымызды, кефирімізді қосып, тағда араластырамыз. 50 грамм сары майды ерітіп, оны суытып қосамыз. Менде видеода түсірілмей қалыпты. Ұнымыз бөлек мискада ұнымызды, разрыхлитель, какао, соданы біріктіріп аламыз. Сұйық массамызға ұнды қосып, 2 бөліп қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Осындай қою шоколадный масса шығады. Холодильникте жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді кремін дайындаймыз. Сары майға сахарный пудраны қосып араластырамыз. Қаймағымыздың сывороткасы шықты. Осыған қаймақты қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Бөлмек температурасында болғаны өте маңызды. Өз формасын ұстау үшін противенге пергаментный қағаз төсеп, қолымызға сұйық майды жағып, осындай ас қасықпен жарты қасық алып, жақсылап дөңгелектейміз. Осылай формасын шығарып, арасын алшақ-алшақ етеміз, өйткені қамырымыз көтеріліп үлкейеді. Сондықтан арасы жабыс қалмас үшін арасын алшақ-алшақ қойған дұрыс. Қолымызға сұйық майды жағуды ұмытпаймыз. 180 градуста 15-20 минуттай піскенін шпажка таяғымен тексеріп көреміз. Кремді кондитерский мешокқа саламыз. Мен әрқайсысына өзінің жеке парын таптым. Кремді ортасына жағамыз. Менде 8 штук шықты. Біздің корждарымыз суыған соң ғана, жақсылап суытып алған соң ғана кремді жағып, осылай бір-біріне беттестіреміз. Бұл бір түнге қойып қойсаңыздар жақсы болады, өйткені кремі сіңіп, өте дәмді болып, кремі ақпайды. Жасап көріңіздер, сіздермен бірге Таңшолпан. Баршаңызға рахмет.